Ресей мен Әзербайжан мемлекеттері арасындағы кикілжің шиеленісіп барады. Екі ел арасын қандай мысық кесіп өтті. Ресейде Әзербайжан ұлтты азаматтарға рейд басталғандығы рас па? Тіпті адам шығыны бар дейді. Ақтау маңындағы құлаған Әзербайжан ұшағына қатысты тың дерек шығып жатыр. Әзербайжан билігі мұны Ресейдің әскерилері жібергенін дәлелдейтін құжат жариялапты. Тоқаевтың жақындағы рақымшылығына іліккендердің алғашқы легі бостандыққа шықты. Қанша азамат бостандықта, олар енді не істейді? Екі қолға бір күрек табыла ма? Жалпы түрмеден кімдер шығуы тиіс? Ақпарда осындай мәселелерге тоқталамыз. Ассалаумағалейкум. Арнамызға жазылыңыздар, лайк баса кетіңіздер. Біз бастайық. Әзербайжан мен Ресей ортасын қандай мысық кесіп өтті? Неше күннен бері осы екі елдің қатынасы шиеленісіп барады деген ақпараттарға көз сүрінеді. Саясаткерлердің пайымынша Ресей мен Әзербайжан арасындағы түсініспеушілік көптен бері келе жатқандау. Жақында Ақтау маңында Ресей тарабынан кесірінен құлаған Әзербайжан ұшағы сол кикілжіңге тұз сепкендей болды дейді. Әзербайжан өзінің жаңа Түркиямен байланысын айтқысы келеді және жалпы осы аймақтағы өзінің транзиттік әлеуетін арттырғысы келеді. Ол жерде Армения территориясынан өтетін бір бөлігі бар, Зангезур коридорының. Және қазір осы Зангезур коридорын толығымен іске қосуда осы Армениямен келіссөздер басты бір кедергі болып тұр деуге болады. Енді бұл Зангезур коридорына тағы бір бәсекелес ретінде Иран мен Ресей өздері оңтүстік және солтүстік коридорын дамытып жатыр. Ол оңтүстік коридоры былай қарағанда Суэц каналына бір бәсекелес ретінде қолға алынбақшы. Сол себепті осы жерде жаңағы геосаяси тұрғыдан транзиттік коридорларды анықтауда да. Ол транзиттік коридорлар ары қарай осы аймақтағы бұл мемлекеттердің ықпалына әсер етеді. Осындай да бір мүдделер қақтығысы бар деп айтуға болады. Ақпарат агенттіктерінде Әзербайжанда орыс тілді мектептер жабылып жатыр деген жаңалық тарады. Бұл туралы бірінші болып Оксу Аз сайты жариялапты. Сайт ақпаратына қарағанда орыс тілді мектептер жабылатыны жайлы хат ата-аналар отыратын WhatsApp чаттарына келген. Бұл шешім Әзербайжан тілін негізгі білім беру тілі қылуға әрі біртұтас білім беру жүйесін қалыптастыруға бағытталғанмыз. Оксу Аз сайтының жазуынша алдағы 3 жылда орыс тілді мектептер Әзербайжан тілінде оқытуға көшіп, мұғалімдер қайта даярланады деген ақпарат толастар емес. Алайда Әзербайжанның білім және ғылым министрлігі бұл ақпаратты жоққа шығарды. Мұндай ақпараттар Ресей мен Әзербайжан арасындағы қарым-қатынасты ушығып тұрған кезде әдейі шығып отырма түсініксіз. Бұған дейін Спутник Әзербайжан агенттігінің басшысы мен редакторы 4 айға қамалды деген ақпаратта шықты. Баку билігі болса Игорь Картавых пен редактор Евгений Белосовты 4 айға қамауға алу жөніндегі шешімді шығарды. Бұған Әзербайжан билігі агенттіктің аккредитациясының тоқтатуымен себеп болды дейді. Одан кейін ақпарат кеңістігінде Ақтау маңында құлаған Әзербайжан ұшағы жайлы тың деректер шығып жатыр. Журналистер ұшақта Ресей әскери қызметкерлерінің бұйрығымен атып түсірілген болуы мүмкін деген ақпаратты айтып жатыр. Бұл жайлы Әзербайжан басылымдары да жазды. Телеграм арналарда жарияланған ақпаратқа сай, онда Ресей капитаны Дмитрий есімі аталады. Тіпті құжатта Әзербайжан ұшағын жою туралы бұйрықты осы адам бергенінде көруге болады деп жазды. Жазбада 2024 жылғы 25 желтоқсанда капитан ұшақты дрон деп ойлап, күдіктенгені жазылған. Көп ұзамай дрон деп ойлаған нәрсені жою туралы бұйрықта берген дейді. Агентство басылымы Дмитрий есімді адам шын мәнінде Ресей әскери әуе күштерінде қызмет еткенін растапты. Тіпті The Insider журналистері Дмитрий Паладачукпен сөйлесіп, Минвал агенттігі жарияланған видеодағы дауыс Дмитрийдікі екенін де анықтапты. Осы жағдайлардан кейін Әзербайжандағы Ресей елшісінде министрлікке шақыртқан. 2025 жылғы 2 шілдеде Әзербайжан сыртқы істер министрлігі Ресейдің Бакудегі елшісі Михаил Евдокимовты министрлікке шақыртады. Министрлік таратқан ресми мәлімдемеде Әзербайжан тарапы елшіге екі ел арасындағы қақтығыстарға нұқсан келтіретін достыққа жат әрекеттерге байланысты өз наразылығын жеткізген деседі. Кездесуде министрдің орынбасары Араз Әзімов Ресей тарапына Әзербайжан азаматтарының құқықтарының бұзылуы, атап айтқанда 27 маусым күні Екатеринбург қаласындағы әзербайжандықтардың үйлеріне жүргізілген рейд кезінде 2 адамның қаза тауып, бірнешеуінің ауыр жаралануына алаңдаушылық білдірді.
Әзірбайжан тарапы марқұмдардың денесіндегі зорлық белгілері мен сараптама нәтижелері Ресейдің ұсынған ресми нұсқасына қайшы келетінін айтты. Бұл туралы тіл кеспек жоқ арнасы да жазып отыр. Қазіргі тарап жатқан ақпараттарға қарап, Ресей мен Әзірбайжан мемлекеті арасына біреу іріткі салып жатқан сияқты ойда қалдық. Айта кетейік, осы ретте Ресей билігі Әзірбайжан мемлекетіне қатысты ешқандай теріс пиғыл жоқтығын ескерткен. Көрші мемлекеттер тату болғанда дәл қазіргі сәтте өте маңызды. Қай мемлекетпен болсын Қазақстан достық қарым-қатынаста екендігін атап өткеніміз жөн. Рақымшылыққа іліккендердің алғашқы легі түрмеден шықты. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті хабарлады. Ең бірінші болып Қостанай облысындағы колониядағылардың рақымшылық тізімдегілері іліккен. Айта кетейік, қазір Қостанай облысындағы абақтыда 2000-ға жуық сотталушы жазасын өтеп жатқан көрінеді. 2000 адамның 300-і рақымшылыққа іліккен. Осылардың алғашқы легі түрмеден де шықты. Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев рақымшылық туралы заңға қол қойды. Рақымшылыққа ауыр емес және орташа ауыр қылмыс түрлерін істегендер ілігеді. Рақымшылық қоғамға қауіп төндірмейтін жеңіл және орташа ауырлықтағы қылмыстар жасаған азаматтарға қатысты болады екен. Оларға кім ілінеді десеңіздер айтып өтейін. Онша ауыр емес қылмыс жасағандар, залал келмеген немесе оны толық өтегендер, әлеуметтік осал топ өкілдері, яғни жүкті әйелдер, кәмелетке толмаған балалары бар әйелдер, зейнеткерлер, мүгедектер тағы басқалар. Ал енді қанша адамға рақымшылық берілуі мүмкін деген сұрақ туындайды. Осы орайда 6000 адам бас бостандығынан айыру орындарында отыр. 9000 адам пробация есебінде екен. 15000 адамға дейін рақымшылық қолданылуы мүмкін. Осындай рақымшылық арқылы кейде мемлекет қаражатты да үнемдеп жататыны анық. Әр күн сайын абақтыда отырғандарды асырауға 2900 теңгеден жұмсалады екен. Ал мұны енді айға есептейтін болсақ, абақтыдағы тұтқынға бағуда 90 000 теңгеге дейін жұмсалады екен. Бұл есепті естіген белсенділер желіде түрмедегі адам бізден бай тұрады деп мысқылдап жатқандары бар. 15 000 рақымшылыққа ілігетін азаматты есептесек, бұл енді миллиардтаған сомма. Айта кетейік, бостандыққа шығады делінгеннің тізімі де шектеулі. Желі белсенділері әсіресе түрмеде отырған әйелдерді бостандыққа шығару керек дейді. Осыған дейін бұл бастаманы мәжіліс депутаты Қарақат әбден де көтерген болатын. Қазір абақтыда 6,5 мыңға жуық нәзік жанды жазасын өтеп жатыр екен. Ауырлығы аз және орташа қылмыстар үшін сотталған 1220 әйел жазасын өтеуден босатылуы мүмкін. Оның өзінде әлеуметтік санаттағыларға басымдық беріледі, яғни мүгедектігі бар, 60 жастан асқан, жүкті немесе 3 жасқа толмаған баласы бар. Көп балалы аналар бостандыққа шығу мүмкіндігі жоғары екен. Ақпарды айтарым осы болды ағайын. Ел іші тыныш болсын.